Кімді жұмыстан шығара алмайды және қандай жағдайда больничный беріледі, ол туралы алдыңғы видеоларды көріңіздер. Және осы видеоға лайк басып, менің TikTok арнама жазылып, бұл видеоны таратыңыздар. Осылай бірге қазақтың қаржылық құқықтық сауаттылығын арттырайық. Егер сіздің 3 жасқа дейінгі балаңыз бар болса, сіз жұмыс берушіге мынадай өтінішпен шығуға құқыңыз бар, өтініш жазуға құқыңыз бар. Менің 3 жасқа дейінгі балам бар, дегенмен мен жұмыс істегім келеді, себебі біз осындай енді балама жарты күн қарайтын адам бар, сондықтан маған толық емес жұмыс күнін ұсынуды сұраймын. Мұны жұмыс беруші қарастыратын болады. Яғни сіздің жағдайыңызға сәйкес мүмкін түске дейін, мүмкін түстен кейін қылып, немесе мүмкін сағат 10-нан 3-ке дейін деп сізге жұмыс уақытын осылай қысқартып беруі мүмкін. Мұны сіздің жазған өтінішіңізге қарай, сіздің ұсынған графигіңізге қарай жұмыс беруші шешетін болады. Егер дәл қазір толық жұмыс күніне шығуға мүмкіндік болмаса, бірақ ақша керек, зарплата қажет, бала шағаны бағу керек, осындай жағдайда отырсаңыз, міндетті түрде өтінішпен жұмыс берушіге осындай ұсыныс жасаңыз, маған жартылай жұмыс күнін